Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте ерекше және жұмсақ дәмді болып шығатын жеті нанның, яғни жеті шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толығымен қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жасаған жеті шелпектеріңіз қатты болып қалып жатса, дәл осы рецептпен жасап көруді кеңес етемін, және де бауырсақ пісірсеңіздер де өте әдемі болып шығады. Жасалу жолына келетін болсақ, ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құйып аламыз, және де жылы су құямыз. Және осы массаның үстіне өзіңіз қалауыңыз бойынша қант саламыз. Егер тәтті болған қаласаңыз, қантты көбірек салыңыз. Және аштықын саламыз. Менде құрғақ аштықы, бір жұмыртқа және барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте қаймағымызды саламыз. Жақсылап араласқан массамыздың үстіне тұзды, қамыр қопсытқышты қосамыз, және сұйық май қосып, тағы да бір жақсылап араластырып. Келесі кезекте ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Ұнды бірден толығымен салудың қажеті жоқ, осылай шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұныңыздың тығыздығына қарай шетінен қоса отырып илеген дұрыс, бірден салып тастасаңыз, тығыз, қатты қамыр болып қалады. Және осылай барлығы басы біріккеннен кейін, егер ұныңыз мүлде аз болып жатса, осылай кішкене үстінен сеуіп илесеңіз болады. Соңында осылай сұйық маймен тағы да жақсылап илеп алғаннан кейін бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Менде 30 минутта көтерілді. Шелпектің толық құрамын, жазбаша рецебін осы видеоның астындағы описание бөлімінен көре аласыздар. Біздің қамырымыз ашып, дайын болды. Қамырымыз өте жұмсақ, кішкене қолға жабысып тұрады. Жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін ұнмен жұмыс істегеніңіз дұрыс, немесе маймен. Мен алдын ала ұн сеуіп алдым осылай дастарханға, және қажетінше осындай бөліктерге бөліп, шелпегіміздің формасын беретін боламыз. Барлығын алдын ала бөліктерге бөліп, және осылай күлшелегеннен кейін кішкене бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз қалпына келіп көтерілуі керек. Дайын болған қамырымызды алып, осылай шетінен жеті нанымыздың, яғни шелпегіміздің формасын беріп жая бастаймыз. Қамырды өте жұқа жаюдың қажеті жоқ. Егер қатты жұқа болып кетсе, шелпегіңіз қытырлақ болып қалады. Барлық қамырымызды осылай жайып, шеттерінен күлшелеп, жеке-жеке осылай матамен орап аламыз, және осы уақытта майымызды қыздыра береміз. Жақсылап қызып, дайын болып тұрған майымызға осылай аударыстыра отырып қуырып аламыз. Майыңыз жақсы қызып тұру керек. Егер қызбаған болса, ұзақ піскені үшін тағы да шелпегіңіз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті арасында суып жатса, шелпек салмай тұрып, майды қайтадан қыздырып алғаныңыз дұрыс. Осылай аударыстырып отырып қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тез піседі және өте жұмсақ болып шығады. Дәл осылай барлық шелпектерімізді және де артылған қамырдан мен кішкене бауырсақ пісірдім. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің шелпегіміз, бауырсағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шығады. Бір шаймен барлығы желініп кетеді. Жасап көріңіздер. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын. Жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.